Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз алдыңғы сабағымызды жалғастырамыз. Яғни мына 4-4 түрін жаңағы мына қабырғаларын құрастырып болдық, орталықтарды құрастырдық. Сонда біздің мына 4-4 рубик текшеміз дәл 3-3 рубик қалпына келтірдік. Яғни міне орталықтарымен 4 түс, міне орталық болып саналады. Мына қабырғалар, мына қабырға, мына бұрыштар болып саналады. Яғни дәл осы 3-3-ті құрастырған сияқты етіп қазір құрастырамыз. Бастайық. Яғни біздер 3-3-те крест жинап алатын едік ақ түстен. Енді соны жинаймыз. Ақ түс, міне дәл сол 3-3-ті құрастырғандай етіп құрастырамыз. Міне біздің қосу таңбамыз шықты. Енді мына жердегі орталықтармен сәйкестендіреміз. Екі түсіміз келіп тұр, екі түсіміз келмей тұр. Оны былай қараттық, қойдық, орнына қойдық. Қызыл түсті де орнына қоямыз. Енді біздің міне қабырғамен төмен жақтағы қосу таңбасының орталықтар сәйкес келді. Енді біздер мына бұрыштарды қоямыз. 3-3-тегідей бұрыштарды қойымыз керек. Қызыл мен жасыл іздеп табамыз. Және ақ түсті болу керек. Мін тұр. Мына түсті мына жерге қойымыз керек. Қойдық. Міне ақ түс мына жерге түседі. Жасыл мына жақта, қызыл мына жақта. Енді мына оң жағында тұрған жағдайда біздер бір рет пиф-паф жасаймыз. Міне пиф-паф жасадық, орнына қойдық. Енді келесі түс, келесі қызыл, көк, ақ түсті іздеп табамыз. Ол мына жерде тұр екен, міне. Осыны жоғарыға шығарып алайық. Қалпына келтіреміз. Енді қызыл, ақ түсті жоғарыға қоямыз. Достар, яғни 3-3-ті құрастыра білсеңіздер, барлығы дәл сондағы алгоритмдер арқылы құрастырып жатырмыз. Міне, ақ түс фронт алдыңнан қарап тұрса, онда 5 рет пиф-паф орындаймыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Міне, 5 рет орындағанда орнына келеді. Келесі жасыл және қызыл сары ақ түс. Ол біздің мына жерге тұру керек. Міне жоғарына қойып қойдық. Мін жағында тұр. Оң жағында, яғни бірлеп пиф-паф орындаймыз. Орнына келді. Қызыл түсіміз, жасыл түсіміз бар, көк қызыл бар. Енді қызыл сары және көк мін тұр. Яғни мына қоятын орынға жоғарына әкеліп қоямыз. Тағы да фронт бағытына келді, 5 рет орындаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне орнына қойдық. Сонымен біздер төменгі қабатты түгелдей құрастырып шықтық. Енді мына қабырғаларды құрастырамыз. Ол үшін біз сары түс жоқ түрін тауып алуымыз керек. Яғни мысалы міне көк түс пен қызғылт сары, яғни сары түсі жоқ. Сары түсі жоқ текшені тауып аламыз. Сосын мына жердегі түсімен орталықты сәйкестендіреміз. Яғни көк түске табуымыз керек қой. Сәйкес келмейді. Міне сәйкес келді. Енді екеуі қай жаққа түсу керек, яғни оранжевый қызғылт сары түсі мін жаққа ма, или мін жаққа ма? Яғни мін жаққа түсу керек. Міне мынау мін жерге тұру керек. Сәйкесінше біздер 3-3-тегі формулаларды, алгоритмді орындаймыз. Мына сол бағытқа түсетін болса, сол бағыттан бастап орындаймыз. Келесі көк қызыл, міне орталықпен сәйкестендірдік және көк түсі мін жаққа түседі. Міне орнына қойдық. Келесі сарысы жоқ түс, жасыл мен қызғылт сары. Яғни жасыл міне. Жасыл түсін сәйкестендірдік. Енді яғни мін жағына түседі.
мына жағына түседі. Яғни жоғарыдан бастаймыз. Жоғары, оң, жоғары, кері, оң, кері. Сәйкестендірдік, екеуін бірге түсті. Және оңға бұрамыз. Ары қарай жоғары, кері, сол, кері және жоғары, сол. Орнына қойдық. Бір қабырғамыз қалған екен. Ол мына жерде тұр. Міне, жасыл түсіміз сәйкестендірдік, қызыл түсіміз мына жерге түседі. Яғни сол жақтан болғасын, сол бағыттан орындаймыз. Және перехват жасаймыз. Жоғары, оң, жоғары, кері, оң, кері. Міне біздің төменгі екі қатарымыз, енді мына 4-4-3 қатарымыз жиналды. Енді біздер жоғарыдағы сары түсті жинайтын боламыз. Бірінші қосу таңбасын жасауымыз керек. Яғни мына жерде нүкте, сызықша және мындай галочка жасап шығуымыз керек. Бірінші енді мына жерде бізде нүкте келіп тұр. Соны жасаймыз. Фронт, сосын пивпа жасаймыз. Фронт назад. Енді міне осы кубик, рубик 4-4-те, яғни рубик текшесінің 4-4 түрінде айырмашылық осыда. Бізде осы жаңағы формула алгоритмін жасаған кезде қосу таңбасы шығу керек еді. 3-3. Мына 3-3-те қосу таңбасы шығатын еді. Енді 4-4-тің айырмашылығы бізде жартылай қосу шығады. Міне мынандай. Енді осындай жартылай қосу шыққан кезде қандай іс-әрекеттерді орындаймыз? Біздер мынандай іс-әрекетті орындауымыз керек. Яғни бұл паритеты деп аталады. Алдыңғы сабақта айтқан болатынмын. Осы формула қиын формула, яғни осыны дұрыстап жаттап алу керек. Бастайық. Яғни бізде бұнда мына орталықтар кездесетін болады. Мысалға мына оң үлкен әріппен белгілейтін болатынмын мен. Енді қазір біздер оң сағат тілімен десем, о тұрады. Енді о сағат тілімен кері десек, сағат тіліне қарсы десек, міне бұлай болады. Енді ортасын қозғайтын болсақ, мысалы міне ортасын қозғайтын болсақ, онда мына оң жақ кіші оны белгілейтін боламын. Түсінікті ғой да? Мына жақ сол жақтан қозғайтын болсақ, онда мынау сол болады. Мынау с кішкентай әріп болады. Мынау үлкен әріп, мынау кішкентай әріп болады. Түсінікті болар деп ойлаймын. Енді бастайық. Мынау жоғарымыз, мынау оң жағымыз, мынау сол жағымыз, мынау фронт. Кеттік. Так, о кішкентай әріп, яғни ортасын кері бұраймыз. Яғни міне сағат тілімен, яғни сағат тіліне қарсы. Бір, екі рет кері бұраймыз. Содан кейін артын екі рет сағат тілімен. Яғни міне сағат тілі деген бұлай. Міне бұлай қарап тұрғанда, сонда бұлай болады. Біреу, екеу. Сағат тілімен екі рет. Жоғары екі рет. Біреу, екеу. Содан соң сол кішкентай әріп. Яғни мына ортадағы бөлікті сағат тілімен бұраймыз. Міне бір. Келесі жоғары екі рет. Кішкентай әріп о, яғни ортасын кері бұраймыз. Жоғары екі рет. Келесі оң сағат тілімен жоғары екі рет. Фронт екі рет сағат тілімен. Ортасы, оң жақ ортасы кішкентай әріп о. Сағат тілімен. Фронт екі рет. С кішкентай әріп кері
яғни кері былай қарай. Яғни мына ортасын, сол жақтағы ортаны кері бұраймыз. Арты 2 рет сағат тілімен міне. Және оң кішкентай әріп 2 рет кері қарай. Міне. Біздер аяқтадық. Қиын алгоритм осы 4-4 түрін құрастырған кезде. Яғни біздің жаңағы қосу таңбамыз шықты. Енді міне ары қарай 3-3-тегідей жалғастыра береміз. Бірінші түстерді қарап шығайық. Яғни дұрыс қосу таңбасын жасауымыз керек. Міне мына жерде мынаны жасылды қойып көрейік. Міне жасыл мен қызғылт сары сәйкес келіп тұр. Яғни екеуін оң жағымызбен артына қойып қоямыз. Сосын рыбка әдісін орындаймыз. Так, орындап болдық. Енді түстерін сәйкестендіреміз. Міне қызғылт сары, көк, қызыл, жасыл сәйкес келді. Енді бізде келесі біздер қабырғаларын дұрыс қойдық орындарына. Енді мына бұрыштарды өз орындарына қойымыз керек. Бірінші қарап шығайық. Қызыл, жасыл, сары өз орнында тұр. Мына бұрыш өз орнында тұрған жоқ. Мынау тұрған жоқ. Мынау да тұрған жоқ. Яғни 3-3-тегідей дұрыс тұрған бұрышты өзімізге оң жағымызға қойып, мына алгоритмді орындаймыз. 3-3-те бар ол. Жоғары, оң, жоғары, кері, сол, жоғары, оң, кері, жоғары, кері, сол. Міне, орындадық. Қарап шығамыз. Қызыл, жасыл, сары өз орнында тұр. Көк пен қызыл, сары өз орнына түскен. Мына қызғылт сары мен көк сары өз орнында, мына жерде де өз орнында тұр. Яғни мына екеуі қалып тұр екен. Дәл сол 3-3-тегідей рубик текшемізді сары түсін төмен қаратамыз. Сосын пиф-пафты орындаймыз. Енді сары түсі оң жағында тұрса, 2 рет пиф-паф әдісін орындаймыз. Бастаймыз. 1, 2. Көбегімізді ешқандай басқа қозғалыстар жасамай, төменгі қатарды қозғаймыз. Келтіріп аламыз бұл жерге. Яғни сары түс мына жерде немесе мына жерде болуы мүмкін. Бізге алдына келіп тұр, сондықтан да 4 рет орындауымыз керек. Кеттік. 1, 2, 3. Мына соңғы қозғалысты ұмытып кетпейміз. Және 4-ші қалды. Міне 4-шіні орындадық. Және соңғы төменді өз орнына қоямыз. Мінекей біздің 4-4 рубик текшеміз құрастырылып шықты. Яғни бұндағы кездескен паритеті дегенді жаңа біздер орындадық. Тек қана сол айырмашылық 3-3-тен, басқасының барлығы 3-3-тегідей болып келеді. Және мына орталықты, сосын қабырғаларды бөлек құрастырып аламыз. Енді мынандай жағдай кездесуі мүмкін. Біздер бұрыштарды орнына қоюымыз керек. Яғни міне қызыл мен жасыл, сары орында тұр. Мына жерде жасыл, қызғылт сары орында тұр. Мына екеуі орында тұрған жоқ. Біз жаңа формуланы орындадық. Жоғары, міне жоғары, оң, жоғары, кері, сол, кері, жоғары, оң, сол, жоғары, кері және сол. Міне осыны орындадық. Сол кезде барлық түстер орындарына келді. Ал енді қазір қарайық. Жасыл мен қызғылт сары орында тұр. Мына жердегі түс орында тұрған жоқ. Мына түс орында тұр.
мынау орында тұрған жоқ. Яғни біздер қанша рет жаңағы алгоритмді орындасақ та екі бұрыш мына екеуі болуы мүмкін, немесе қарама қарсы болуы мүмкін. Әйтеуір бір екі түс келмейді. Мысалға мына жерде мына екеуі келіп тұр, мына екеуі келмей тұр. Тағы да орындасам, мына жер келеді да, мына екі жер келмейді. Яғни тағы да көрейік орындап. Бір келіп тұрған түсті алайық мына жерден. Тағы да орындап көрем. Қараңыздар. Тағы да орындадық. Міне көк қызыл орында тұр. Жасыл мен қызыл сары орында тұр. Міне көк пен қызыл мен жасыл мен қызыл орында тұр. Ал мына екеуі орындарын ауыстырып тұр. Яғни бұл 4-4 текшесінде болатын жағдай. Бұл 3-3-те ондай жағдай болмайды ешқашанда. Мына 4-4-те осындай жағдай болады. Енді оны қалай келтіреміз? Қазір жаңағы формуланы қанша рет орындасақ та келмейді бұл екі бұрышы. Мына екі бұрышы. Яғни біздер осы келмей тұрған екі бұрышты сол жағымызға қоямыз. Міне сол жағымыз. Және мынандай алгоритмді орындаймыз. Оң кішкентай әріппен айтамын, яғни ортасы, яғни оң. Соны екі рет сағат тіліне қарсы бұрамыз. Жоғары екі рет. Оң кері екі рет. Яғни ортасы. Жоғары қатардың үлкен әріп және кішкентай әріп. Яғни екі қатарды қатар бұрамыз. Екі рет. Оң ортаңғы бөлік. Екі рет. Кері. Және жоғары екі рет. Яғни кішкентай әріп. Ортаңғы қатар жоғарының. Екі рет бұрамыз. Міне. Келтірдік. Енді қараймыз. Қызыл көк орнында тұр. Жасыл мен қызғылт сары орында тұрған жоқ. Мынау да орында тұрған жоқ. Мына екеуі орында тұр. Енді қараңыздар. Мына екі түсіміз және мына жерлеріміз кетіп қалды. Бірінші келтіріп алайық. Рыбка әдісін орындаймыз. Мына жерге қойдық, тағы да орындаймыз. Орталықтарды келтірдік. Енді мына бұрыштарды келтіруіміз керек. Мына жерде тағы да жаңағы жоғарыдан басталатын алгоритмді орындаймыз. Келді. Міне. Барлық бұрыштар өзінің орнында тұр. Яғни жаңағы формуланы орындап біздер мына 4 бұрышты орындарына келтіреміз. Яғни сонда қалып тұрған біздегі 4-4 кездесетін екі бұрыш. Бұлай келіп қалған жағдайда, крест на крест келген жағдайда, тағы да бір рет орындап мына жерге келтіріп аламыз. Сосын сол жағымызға ұстап, жаңағы алгоритмді орындаймыз. Содан кейін орталықтарды сәйкестендіріп, сосын жоғарыда келтіреміз. Енді ары қарай мына жерде сары түсті төменге қоямыз да, пиф-пафпен мыналарды орындарына қойып шығамыз. Оны көрсетпей ақ қойын, түсінікті ол. Енді бір тағы да кездесетін жағдай 4-4-те мына екі түс және мына екі түс орындарын ауыстырып тұру мүмкін. Бұл жағдайда біздер қаншама рыбканы орындасақ та, одан кейін барып жоғарыдағы бұрыштарды қоямыз. Сонда да бұл екі түс келмеуі мүмкін. Бұл жағдайда біздер жаңағы мына екі бұрыш келмей тұрған жағдайды орындаймыз. Сол алгоритм осығанда келе береді. Көрейік. Оң кері екі рет, жоғары екі рет, оң кері екі рет,
жоғарыда екі қатарды бірге екі рет және оң кері екі рет, сосын оңға жаңағы сағат тілімен жоғарыда екінші қатарын екі рет орындаймыз. Міне біздің жаңағы екі жерде келмей тұрған түсіміз орындарына келді. Міне осылай етіп жаңа 4-4-те кездесетін жағдайлардың айттым. Барлық жағдайларды қалдырмаған сияқтымын. Мүмкін тағы да сіздерде қандай жағдайлар кездесіп қалуы мүмкін, соны комментарияға жазып айтып кетсеңіздер, соны жаңағы шешіп бере аламын. Мінекей 4-4-ті де құрастырдық. Тағы да ары қарай осы каналымда 5-5, 6-6 және ары қарай барлық Рубик текшесінің түрлерін құрастыратын боламын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Рубик текшесін үйреніп алғыларың келсе. Сау саламатта болыңыздар. Келесі видеоны күтіңіздер.